Good morning, dear colleagues. So let's start our masterclass, which is called lazy teacher. Can you translate this word? Yeah. Yeah. Okay. I am a lazy teacher. A really lazy teacher. Many of my colleagues are too. We don't mind admitting to eyes. In fact, we are very proud. Біздің барлығымыз деді жалқау мұғаліміміз. Мен де жалқау мұғаліммін дейді. Және біз онымен мақтана алады екенбіз. Қалай? Putting it simply, some persons have their priorities in the wrong order. People's first is second. That's a dangerous way to work. Бұлай алып қалайтын болсақ, біз өзімізге керек нәрсені дұрыс емес тәртіппен қояды екенбіз. Мысалы үшін, оқушыны бірінші орынға қоямыз, сабақ істеген кезде, өзімізді екінші орынға қоямыз. Олай жасау біздің ойлау стратегиямызға өте қауіпті екен. Қалай? Lazy teachers don't mark, plan and teach themselves into an early grade. They work smarter, not harder. Жалқау мұғалім ол бағаламайды, планировать етпейді ешнәрсені, ештеңе үйретпейді деген ой қалыптасқан дейді бізде. Бірақ шынында егер мұғалім жалқау болатын болса, ол миымен қаттырақ жұмыс істейді. Бірақ оны іс-әрекет жүзінде көрсете алмайды. Lazy teachers are intelligent and experienced in classroom management and time management. They work hard but get their pupils working harder. Жалқау мұғалім интеллигентный, миымен жұмыс істейді деді, және оның тәжірибесі өте көп дейді. Яғни уақытты ұйымдастыруда және сыныпты ұйымдастыруда оның тәжірибесі көбірек болады дейді. Соның арқасында бұл жалқау мұғалімге айналады. Және олар өзінің үстінен емес, мұғалім өзінің үстінен емес, оқушының үстінен қаттырақ жұмыс жасайды. Өзі емес, мұғалім оқушының жұмыс істеуге үйретеді екен. And today I prepared some tips and techniques which I used in my experience by learning in my method lazy teacher. Мен өзімнің методикамда қолданып жатқан қазір бірнеше методтарды алып келдім. Бұларды өте жалқау мұғалімнің методтары деп айтып болады. Яғни бұларды орындау үшін бізге ешқандай құрал-жабдықтың қажеті жоқ. Ештеңе шығармаймыз, ештеңе суретін салмаймыз, ештеңені ойлап таппаймыз. Бірақ бұны қолдану арқылы сабақты одан да қызығырақ етіп өтуге болады екен. At English lessons. Ағылшын сабақтарында. The first is a line. Біріншіміз линия деп аталады екен, бірінші техникамыз. Оны қалай қолданамыз? Мысалы үшін біз не өтіп жатырмыз? Тағамға қатысты сабақ өтіп жатырмыз. The simple forest is food. Тағамның түрлі түрі бар. Тортымыз бар, сосискамыз бар, спагеттиіміз бар, көкөністеріміз, жеміс-жидектеріміз бәрі бар. Енді осыларды оқушыларға үйретудің ең оңай жолдарының бірі деп айтсақ болады. Сабақты қайталауға техника. Біздің тапсырмамыз сіз үшеуіңіз бір топ, сіз үшеуіңіз бір топ болады. Оқушыларды екі топқа бөлеміз, тақтамызды екіге бөлеміз. Бір сөз жылсаңыз бірінші қандай? Бұл не? Банана. Банана тағамның түріне жатады ғой. Енді екінші оқушы келеді да, ға аяқталатын сөзді жасады. Солай бірінен кейін бір тек тағамға қатысты сөздер болады. Let's try correction. Babies, apple. Жазыңыз. Қотарға, екінші қотарға.